Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай керемет рогарки булочкаларымызды дайындап үйренетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, үлпілдеп әдем болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Бір ас қасығында ашытқымызды, бір ас қасық құмшекерімізді саламыз. 5 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық массамыз дайын болды. Бетін жауып, ашытуға қалдырамыз. Шамамен 10-15 минутта осылай көтеріліп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте қалған қоспаларымызды қосамыз. Бір жұмыртқа, ерітілген сары май, ванилин, қалған құмшекерімізді саламыз. Және де шай қашықтың ұшымен тұз саламыз. Жақсылап бір масса болғанға дейін әдемілеп араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің массамыз дайын. Қалған ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Онда осылай бір ас қасығында кішкене ғана алып қаламыз. Бағана қалған кішкентай ұнымызға қамырымызды алып, осылай елеп алатын боламыз. Ендігі кезекте иіссіз өсімдік майын осылай құйып аламыз. Бір ас қасығында жақсылап тағы да қолымызбен елейтін боламыз. Дайын қамырды ыдысымызға орналастырып, аузын жауып жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз. Осылай әдем болып көтеріліп шықты. Енді кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дайын бөліктердің аузын осылай жауып, стричпен тағы 10 минутқа қалдырыңыз. Осылай жайып аламыз оқтаумен. Начинкамызды саламыз. Мен мейізге аздап сгущенка қосып салдым. Сіздер творог салсаңыздар болады, немесе вареный сгущенка салсаңыздар болады. Кез келген начинкамен әдемі кетеді. Осылай кесіп аламыз. Барлығы видеода анық көрсетіліп тұр, иә? Менің каналыма енді келген болсаңыздар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай орап аламыз әдемілеп. Көріп тұрғандарыңыздай дайын. Естіңізге әдемілеп теріп алатын боламыз. Сіздерге қандай начинкамен ұнайтын болса, комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Листке орналастырғаннан кейін осылай стричпен жауып, үстінен рөңгімен осылай жауып қоямыз.
тағы 15-20 минутқа қалдырыңыз. Көтеріліп әдемі болып шыққан булочкаларымыздың үстіне жұмыртқаның сарысынан жағып шығамыз әдемілеп. Оған дейін печканы 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған булочкаларымызды печкаға салып 15-20 минутта пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі қызарып, көтеріліп шықты. Іші де өте әдемі, таза піскен. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар және де комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.